алдымен саған отбасы керек болса, ана кредитіңді, қарызыңды жап та, банк тартып алған үйіңді қайтар. Інім, сен квартираның ақшасын қашан төлейсің? Төлемесең шығарып жіберемін. 3 күн уақыт беремін, тапсаң таптың, таппасаң үйді босат давай. Дос деп жүрген адамың алып берген кредитіңді әлі жаба алмай жүргенде, саған қайда қарызға ақша? Досым. Алло, Асқат Нұрланұлы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіз білетіндей, мен досыма көмек ретінде 8 миллион теңге қарызға ақша алып беріп едім. Енді соны төлемей қашып жүр. Менің счеттарымның бәрі аресте, үйді банк алып қойды. Енді қазір не істерімді білмей отырмын. Не айта аласыз? Саған қалай әрекет жасайтынын түсіндірдім. Тағы да айтайын, сенде одан басқа амал жоқ. Сол досың сотқа тапсырасың, әрі қарай менің шаруам. Егер келсең, ақшаңды өндіріп, тартып алған үйіңді қайтарып аламыз. Ал досыңды соттың ісімен қарап, бас бостандығынан айыру және мүліктерін тәркілеу, сенің алып берген кредитіңді үстіндегі өсімпұлымен бірге жабдықтатын боламыз. Асқат Нұрланұлы, мен енді олай жасаймын деп айта алмаймын, бірақ жарайды, мен досыммен сөйлесіп көрейін. Содан кейін сізге бір хабарын берер. Жақсы, өзің қарайсың. Ойың өзгеріп жатырса, хабарын берерсіз. Бас. Қалайсың досым? Саған хабарластым, телефоныңды алмайсың. Қайда жүрсің? Ренжіме дос. Күйбен түрлік қазір. Ренжіме. Қалай ренжімеймін? Дос, сен ойлаш, мен саған керек кезінде кредитті алып бердім, өзің білесің. Енді оны уақытында қайтару сенің міндетің еді ғой. Сенің кесіріңнен менің өмірім тозаққа айналды. Мен әке-шешемнен айырылдым. Үйді залап қойып, бала-шағамнан айырылдым. Дос, сен мені де түсін. Менің де бала-шағам бар ғой, дос. Ойланшы. Дос, ренжіме. Қазір мен жағдайын білесің ғой. Бизнесім жүрмей қалды. Міне ақша жүрмін қазір. Дос, сен мені дұрыс түсінбедің. Менің айтқым келетіні досымен, бірақ білмеймін. Қалай қайтарасың? Көлігіңді сатарсың, мүмкін үйің бар. Мені үйіңді сат. Досым, мен еш нәрсе білмеймін. Қалай болса да маған ақшаны орнына қойып бер. Тоқта досым, тоқта. Кешір досым.